Тәуелсіз ел, мәңгілік ел. Бүгін Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күніне арналып Ақтөбеде өткен салтанатты шара осылай аталды. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев барша облыс тұрғындарын ұлық мерекемен құттықтап, мәңгілік ел болуға бет бұруға шақырды. Бұдан соң облыс басшысы ақтөбелік өнерпаздар дайындаған концертке қатысты. Өңірдің дамуына елеулі үлес қосқан азаматтарды марапаттады. Оның ішінде мемлекеттік наградаларды жыл адамы 2015 марапатын алғандар және Ақтөбе облысының құрметті азаматы атанғандар бар. Салтанатты жиын жайлы Әнуарбек Мырзатайұлы баяндайды. Тәуелсіздік күніне арналған салтанатты шара мерекелік бағдарламамен басталды. Қаладағы өнер ұжымдарының қатысуымен қазақ халқының өткені мен бүгінгісі толықтай музыкалық жанрда баяндалды. Оның арасында өткен ғасырлардағы нәубетшілдар, ұлттың басына төнген ауыр күндер, екінші дүниежүзілік соғыс және тәуелсіздік таң атқалы атқарылған игі істер жетіде тізілді. Еліміздің басты нақыштарының бір мемлекеттік әнұранды салтанатты шараға жиналғандар бірге орындады. Қазақстан бүгінде бүкіл әлемге танымал мемлекет. Өткен 24 жыл ішінде ішкі сыртқы саясатын тұрақтандырып, халықаралық аренада беделді елдердің біріне айналды. Бұған елбасының сарабдал саясаты септігін тигізді. Шара барысында Ақтөбе облысының әкімі Бердібек Сапарбаев барша ақтөбеліктерді тәуелсіздік мерекесімен құттықтады. Аз ғана уақытта Қазақстан мемлекеті экономиканы қалпына келтіріп, саяси әлемде өзінің орнын алып, дүние жүзіне таныла бастады. Қазір көз жүгіртіп қарайтын болсақ, дүниеде Қазақстанды қазақ деген ұлтты білмейтіндер кемде кем. Соның барлығы Қазақстандағы тұрып атқан көп ұлтты елдердің достығының, бірлігінің, ынтымағының арқасында. Ел егемендігін алған жылдардан бері Ақтөбе облысында жеткен жетістіктері мол. Мол табысты әр саладан байқауға болады. Облыс басшысы өткен 24 жыл ішінде жеткен жетістіктерге де тоқталып өтті. Ақтөбе облысында 24 жылдың ішінде ішкі өнім 20 есе, өндіріс 200 есе, ауыл шаруашылығы 40 есе өсті. Ең негізгі көрсеткіш өңіріміздің халқы осы. Соңғы кезде халықтың саны 12%-ға өсті. Осының барлығы мемлекетіміздегі жүргізіліп атқан мемлекеттік бағдарламалардың нәтижесі, мемлекеттің өзінің халқын қолдауы. Салтанатты шара барысында елбасының жарлығымен мемлекеттік және қоғамдық қызметте сіңірген еңбегі, елдің әлеуметтік экономикалық және мәдени дамуына, халықтар арасындағы достық пен ынтымақтастықты нығайтуға қосқан үлесі үшін бір топ ақтөбеліктер мемлекеттік наградалармен марапатталды. Облыс әкімі 3-ші дәрежелі барыс, парасат, құрмет, 3-ші дәрежелі еңбек даңқы ордендері мен ерен еңбегі үшін шапағат медальдері және құрмет грамоталарын табыс етті. Құрметке ие болғандардың арасында мемлекет және қоғам қайраткерлері, кәсіпорын басшылары, ғалымдар, жоғары оқу орындарының жетекшілері мен жас ғалымдар бар. Тәуелсіздік күні алып атқан мынау орденге әрине біз қуаныштымыз, еңбегіміздің еленгені. Сондықтан елбасымызға, облыс әкімшілігіне мыңда бір рахметімізді айтамыз. Сондай-ақ бүгін 10 адамға Ақтөбе облысының жыл адамы атағы берілді. Олардың арасында медицина саласының мамандары, ұстаздар, кәсіпкерлер және қарапайым жұмысшылар бар. Жыл адамы атағына ие болғандардың арасында ең жасы 11-ші сынып оқушысы Назарбек Алтыбай. Бірнеше республикалық және халықаралық олимпиадалардың жеңімпазы болашағын ғылыммен байланыстырады. Компьютерларды өте жақсы көрем. Және де информатика ол бағдарламаларды жасау, яғни бір жаңа программалар жасап, осы әлемді бір үлесін қосқым келеді осы өмірде. Айта кету керек, тәуелсіздік күніне арналған салтанатты шара жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Шара соңы концерттік бағдарламаға ұласты. Әнуарбек Мырзатайұлы, Самат Қаликенов, Қазақстан, Ақтөбе.